Good day, everyone. My name is Şınar Bekpаева, and I'm a teacher of English who represents Talğar College of Agribusiness and Management. Today, I would like to demonstrate a sample video how I teach my students via distance learning. There is құрылымы ағылшын тілінде. There is сөзі жекеше түрде, яғни бір затты айтқанда қолданылады. Ал there екі немесе одан да көп заттарды айтқанда қолданылады. Аудармасы бар деген мағынаны білдіреді. Look here. It's a London street. Қараңыз, бұл Лондон көшесі. Ал көшеде не бар екен қалай айтамыз? Ол үшін біз there is және there сөзін қолданамыз. There is a bus in the street. There are buses in the street. Есіңізде болсын, there is сөзі сөйлемнің басында екінші зат есім, ал соңында сол заттың орналасқан орны айтылады. Сөйлемді аударған кезде біз соңынан бастап аударамыз. Мысалы, There is a bus in the street. Көшеде автобус бар. There are two buses in the street. Көшеде екі автобус бар. Сонымен қатар, there is сөзі саналмайтын зат есімдерге де қолданылады. Мысалы, juice, milk, sugar, butter, rain, snow, glass, air, money, furniture. Саналмайтын зат есімдерге алдына, яғни бірнеше, яғни some сөз қолданылады. For example, there is some water in the vase. Вазада біраз су бар.